келген жоқпыз. Сол айтысып жүрміз ғой, айтысқа келдік. Менімен бірге бір ауылдан ақын ағамыз келді. Қызы магазинде істейтін, азық-түлік дүкенінде. Сол маған айтады, Золотое кольцо деген водка болды енді, ағырақ, 3 литр. Соны алып кепті, екеуміз бір бөлмеде жатырмыз. Маған айтады, Ғабит, мынаны екеуміз бітіруіміз керек дейді. Енді ертең айтыс, Құдай-ау, мен ананы қашан бітіреміз ананы? Ананы бітірген күнде өзі ертең тұра алмай қалуы мүмкін ғой, төсегінен оянбай қалуы сұмдық қой. Сосын қазір аға дедім де мен шығып кеттім. Сосын қарасам, бейсенбіде өтіп отыр екен бір бөлмеде. Амангелді бар ғой деймін жанында. Сосын, ай жігіттер, ішесіздер ме дедім, сөзім қысқасы. Бар ма деді, оларда таусылып қалған болу керек. Ендеше дедім, біздің бөлмеге жүр. 4-5 жігіт біздің бөлмеге келді. Сосын таныстырдым. Таныстық бөлді, Бекен, анау, Әлекең, бәлеше, түгенше деп. Ал жігіттер жақсы отырыс болсын. Өзім енді бастап кеп жібердім. Сосын ақырын жылыстап кетіп қалдым ғой. Ертең айтыс қой. Басқа бөлмеде қуандым. Сосын ертең айтысқа келсек, бейсенбіні дел салып отыр. Ғабит, сен мені өлтірдің ғой дейді. Мен бұны бейсенбіні кемістейін деп айтып тұрған жоқпын. Бұл кісі қажылыққа барып келді, умра қажылыққа. Жаңа айтып жатырмыз, сіздің мүбәрак қолыңызды қажыға барған ұстаудың өзі маған зор мәртебе деп. Ол да менің айтқанымнан оның бейсенбінің ештеңесі кетпейді. Кезінде болған дейсіз. Кезінде болды ғой ондай. Сосын жаңағы Секен айтты ғой, Семей деп. Соған бір жағалаудағы жатақтан өлеңді оқиын деп отырмын. 84-те мені мектептен шығарды. Өзім ұнамады ма, көзім ұнамады ма, әйтеуір директор, диктатор, айтпай қояйық атын. Сентябрь айында менің 4 бұрышына кеп деді маған. 4 бұрышына, қайда барам дедім. Сентябрьдің ортасы болып қайда барам. Қайда кетсем онда кеп, менің 4 бұрышына кеп жалтырды, сенделіп қалды. Содан бастап кеп жүрдік қой, бөтелкелес достар табылды. Содан арақ іздеп жүрміз, бір үйге кірдік. Әлгі қой баққан біреудің несі екен. Әлгі үйдің қойын бағып отыр екен. Сол енді арақ іздеп келген ғой. Анау кім дейді, үлкен кісі үйінде. Келіннен сұрайды. Анау біз қой баққан үйдің шопағын келіп тұр дейді. Анау жанында кім дейді. Анау соның баласы дейді. Мынау кім дейді. Мынау көп жасардың ішкіш баласы дейді. Сол кезде уже 2 айдың ішінде мен жалтырда ішкіш атанып кетіппін. Ішкіш баласы. Тура төбемнен туралғы кинода бар ғой әлгі Біржан Сал, өмірде де болған ғой. Қамшымен басынан тартып берді ғой, Досқан Жолжақсынов ойнайды. Біржан Сал дәл сол сияқты қамшымен басынан тартып бергенде ол мен ішкіш емеспін деп үйден шығып кеттім. Сосын тағы бір бардық. Бір үйге бара қалдық. Тағы бір досыммен бір әйел енді. Кішіңкірейтін әйел болатын. Арақ енді нетіп отырмыз. Сонда айтады маған. Мұнаныңкі жарайды. Өзі малшы болып істейтін. Оқымаған не? Сен ше дейді. Сенікі не? Сенен біз үміт күттік қой ауыл болып. Сенің мынауың не дейді. Маған жаңағы маскүнем дейді. Құдай кешірсін. Жаңағы әйел маған солай деп жатыр. Сенен үміт күтті қой дейді. Сен мынамен неге жүресің сен? Неге келіп отырсың менің үйіме? Осы кісілердің айтқаны маған сабақ болды ғой деймін. Сол жүргенде сол сентябрь, октябрь, ноябрь, желтоқсан айында барып қана жалтырдың клубына 84-тің декабрьде жұмысқа орналастым. Мынау жастар отыр енді. Алпысбай отыр, Мейрамбек отыр, тағы басқа жастар отыр. Алдарында оқпан ғой, оқпан деген қақпан алдарында құрылған. Біздің кезімізде сол қақпан болды.
без времени вливала водку в нас, Владимир Высоцкий айтқан, арақ деген мода болды. Осы 50 жылдар әкеп төкті, әке айтады ғой, тура ана бөшкісімен тұратын, спирт тұратын деп, ана қызыл арақ тұратын, көзіміз көрді, сұрақ, кез келген бұрышта қызыл бөшкісімен тұратын Семейде. Енді мына жағалаудағы жатақ деген өлеңді оқимын. Галактион табидзе көп ішкен дейді, Высоцкийде ішуді жек көрмепті. Мұқағали мұңын шараппен бөліскен дейді, Төлеужан ақында ақаңсыз күнін өткөрмепті. Ішпейтін ақынды көрмеппін әлі. Ақынның жаны бақұспен егізбе, жүре алмайтындай тірі жер деп сыңарын, жанын тұншықтырмай жүзім теңізге. Хаянды тыңдайтын жігіттер біздің, оқитын әбіл құтты өзі жазғандай, сонымен жалғап жібек үміттерімізді, ақырып кейде ашулы азбаңдай, қыдырбек жүретін Чингачгук үндістей, кездескен жауына барша атылып, кеткен достарды қашып біргішпей, жазғыратынды бар филфак ақыны, Мәскеуде оқуды тағдырым жазбапты, басқалар бітірді мен үшін кетті. Жатағын қаламыз, жарығын маздатты, жатағын қаладау, мәңгілік сүйікті. Мен негізі кинорежиссер боламын деп армандағам, бірақ енді басқаша болды тағдыр. Бәрекелді, рахмет. Бағана сөздің басында ағамыздың көптеген әндерге сөз жазған композиторлармен бірге үлкен туындыларды дүниеге әкелгенін айттық. Соның ішінде мынау Азамат Абдрахманов деген композиторменен Қалаберді Рахметхан Нұрбасаров дейді, Табиғат Әзкенов, Жақсылық Ботаханов, Серік Әбеу, Қайырбек Сәтиев, Назымбек Түкенбай, Амангелді Ыдырысов, Бақтияр Шақпақбаев секілді сазгерлер мен композиторларменен бірге тізе қосып көптеген әндерді дүниеге әкелді. Сол азаматтардың бірі бірегейі мынау Ғабит ағамыздың жерлесі, белгілі композитор Жанұзақ Балкенов ағамыз бүгін келіп отыр екен. Қош келдіңіз аға. Ортаға келсеңіз, өзіңізге арнайы бір сөздің кезегін берсек. Құрметті жиналған қауым, бүгін бір тамаша ертістің бойында кеш өтіп отыр. Жастық шақ өткір қылыш ағалмасын, білемін оның қайтып оралмасын. Жастық шақ өтсе өткенімді, есіне алатындар жоғалмасын дейді. Ғаба, бүгін еске алып отырмыз. Тамаша, енді әр сырын айтып отыр ғой. Бұл жерде журналистер бар, ақындар бар, өзіміздің. Құтты болсын. Енді көбінесе Ғабиттің журналистік ақындығын айтып отыр. Мен айтар едім, бұл кісі үлкен ұстаз, педагог. Мына педагог жағы айтылған жоқ. Атақты педагог Сухомлинскийдің бір мынадай ғана бір мысалы бар. Таудан бұлақ ағып отыр екен, жерде бір кішкентай ғана тас жатыр дейді. Сол тасқа тіл бітіп, сен мені аударамайсың деп айтады дейді. Мыңдаған, миллиондаған бұлақтар қосылып, тауды да тасты да қопарады екен. Бүгін ертістің жағасында біз Ғаба, үлкен мереке, жерлестер, ағайындар, ауылдастар болып, тауды да тасты да қопарып жатырмыз. Құтты болсын. Екінші, Ғабаның мінезін айтып отыр. Мен жақсы білемін. Ауылдаспыз, біздің ауылға күйеу болып келеді. Иә, Закира отыр мінекей. Бұндай адамға жар болу, үйдің тыныштығы, погода в доме дейді. Солай ғой. Жай мен көп айтпай қояйын, көп жылдар мектепте қанша НТ-дан өткен, менің ұлымды да қызымды оқытқан бұл кісі педагог. Бірнеше адамдармен бірлесіп жұмыс істедік. Мен Азамат отыр, бұл жерде Қайыр Жүнісқалиев, Серік Тарып, сол кезде біз бірлесіп жұмыс істейтінбіз Май ауданында. Қайыр Жүнісқалиевтің сөзі жазылған мектеп туралы әніміз бар. Одан кейін
мектептің киім жаздық ғабаңмен бірге бір күні енді туған ауылға бір ән керек болды. Ән шығардым. Өзіме вальс-образный ұнады. Сосын ғабаңа жоқтым. Ғабит, осы бір тамаша сөз керек, ел. Жарайды, жақсы, ұнады. Артынан ән де шығардық, оны бәрі айтылды. Сосын Ғабит ән шыққаннан кейін тыңдатқам, Ғабит айтады: "Я сенің елге өз бір памятник қойдық, еліміз туралы" деп. Енді ол ән құтты мекен сөзін, мысалы, ұлы ерлік саған мәңгі табынамын, өзіңе арналады жалын әнім, кешегі қан майданда қаза болған ағалар өздеріңді сағынамын дейді. Елде, біздің елімізде үлкен памятник қойылған, сол бар ішінде ғұмырлық ел жадында естен кетпес, барма жан ұлы ерлікті арман етпес, сендердің өр бейнеңді қола емес, алтыннан соқса да баға жетпес. Ол туралы да кірген екен. Екінші ғабаң сонда іздендіргіштігі жаңа айтып жатыр ғой, Шолпан апамыз. Бұл жан-жақты оқыған, орысша, бәр тілді, мировой классиканың бәрін оқиды. Сол Асан ата беріп кеткен батасын, сол батамен көгеретін Шаймардан ағаның есінде де соны бәрін қосыпты. Енді қалай? Бұл ән бар. Мен бүгін әкеп отырмын, міне қазір клип түсірдік. Бұның орындаушысы өзімнің ұлым Ризабек, келінім бар, ғабаңның ұлы Ризабек, сол бар. Одан кейін екі егіз бала бар, Олжас, Ильяс, өзімнің оқушым Меруерт, бәріміз қосылып осы туған ауылға деген бір ән шығардық. Сөзі Ғабит Сапаровтікі. Соны қазір назарларыңызға отырамыз, көріңіздер. Жері бәрі көрініп тұр жерінде.
айтып кетті ғой, орыс деп ауылдар. Біздің де Копейкин деген жер бар екен Тоғайда. Орысша кезінетіген ғой. Енді қарасаңыз, мына Баскөл деп кейіннен аталды, бұрын Қызыл Құрама, енді Қызыл мүйіс деп аталады екен. Сонау жаңа тектен кіріп келесіздер. Ана жерде Шөптікөл бар, бүкіл Тоғайы бар, Көр Тоғайы бар. Соның Қабақ деген жермен бітеді. Тарихи атаулары, Қаймолда деген өзінің өлеңдері бар, неше түрлі. Жер атаулары бәрі қазақша. Енді мына Қабағының бір еңбегі осы туған жер атаулары, Қаймолда жаңа айтып отыр ғой. Соның бәрі өзі. Походқа барсақ та бұл шығара салады. Біздің мұғалімдер барған сонда. Сондықтан Қаба, рахмет. Жасай бер, өркендей бер. Бәрекелді, рахмет сізге. Тағы да бір әуезді әнмен бүгінгі кешімізді жалғастырсақ, ендеше Ғабит Сапаровтың әні мен сөзіне жазылған «Ұмытпапсың» әні орындайтын Ризабек Сапаров. Ұмытасың сен неге дала гүлім табемау кеудеңе дәл қағар тарушы едің қоштасайын енді қалқам келді ұмытпасын бәрі есіңде гүлдерді гау жасыл қырдың төсінде ойға шома жүруші едің қасымда қыдырғанда жасыл нұрлы кешінде ұмытасың сен қалай еніңді сүйдем-ау мен далай қуанбаспыз енді қайта көктемге қуандырмас енді бізді таңдай ұмытасың бәрі есіңде гүлдерді гау жасыл қырдың төсінде ойға шомып жүруші едің қасымда қыдырғанда жасыл нұрлы кешінде ұмытасың сен қалай еніңді сүймем-ау мен далай қуанбаспыз енді қайта көктемге қуандырмас енді бізді таңдай
рахмет. Енді басында сөз сөйлеуге үлгермедім. Енді әкеміздің мен кенже ұлы болып келем. Міне үлкен тұңғыш ұлы Сая. Ал жақындасаң Сая берді. Өзіміздің арамызда әзілдесеміз, екі ұлымыз арамызда әпкем бар. Енді былай қарасаңыздар, екеуміздің біреу недоношка дейді. Сол недоношкасы мен жалпы осылай енді. Рахмет сіздерге. Рахмет, бәрекелді. Олай болатын болса, міне Ризабек бауырымыздың осындай әдемі әсем әннен кейін тағы да бір төбелі төрде ақ тілегін ақтаруға келіп отырған Азамат Әбдірахманов есімді композитор ағамыз бар екен. Келіңіз. Азамат ағамыз, келіңіз. Азамат Әбдірахманов, сөз кезегі өзіңізде. Микрофон. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Barşаңызға hayırlı кеш болды ғой деймін. Әлбет бүгінгі мерейтойы құтты болсын. Біріншіден денсаулығың мықты болсын, зәкер ағасында жүрсін, балаларың үйшіңе береке, жазатын көп болсын. Ғабитті мен көп жылдар білемін. Бір жыл білемін, біріміз жақсы білеміз. Оны айтса да айтпаса да біліп отыр. Ғабиттің енді құрбаны ақындығы емес, ғабиттің өзі сері, гитарист, домбырашы, түгел инструмент ойнайды ғой. Бір Ғабитпен жазған әндерім бар, тағы да бір-екі әнім бар. Оны ойлап қоямын, жуырда жазамын. Ғабит, білетін шығарсың? Жақсы сөздері бар Ғабиттің. Армандай алыстарда ағындар жарысқанда деген әндері бар. Келіп отырамын жазамын деймін, ақ болмайды. Жазамыз. Қазір Ақсу толқын орындап берейін. Бәрекелді. Ақсу толқыны. Жақсылап бір қойшы, онда кім бар? 70-ке келдік. Сонда дәл өлең айтып жүрміз арасында. Қол соғып қойып, олақтайын өлең. Gel git kişine. Oturun da. Thank you.
Bunun zarfının davamıdır. Gün gözünde şahsasa bin gözü. Азамат Мадиева легендарная личность қой енді жалпы құрамада кезінде бір шумақ шығарғаным бар. Жиырма бесін қалайда қимай жүрген азамат Бұдылайдың әуенін баянымен боздатып, құрамаға дөп-дөп сыймай жүрген азамат жазғаным бар тұғын. Отырқырап мен. Екеуміз 15-те ән жаздық қой. Бастықтардан айырым жинай жүрген. Бастықтардан айырым жинай жүрген азамат Бұдылайдың әуенін баянымен боздатып, құрамаға дөп-дөп сыймай жүрген азамат деп жазғаным. Сол азамат. Көптен ән айтпа деген расында қайдан шыққан білмей 15 шақты ән жаздық, енді өз шығарар енді. Маленький азамат, большой музыкант деген бізді мақал бар. Енді мына менің Ақылбек інім Адамжан бастап келген мына чемпиондар отыр, мына Жалтырдың Көктөбенің Табис, Шайбудинов, да? Бұл кісілер Азияны ұтты ғой, енді Мираға барады, бұл кісілер Мираға барады, енді Алла жазып, жолдар ақ болсын. Төлеген ағамызға тұрып қойыңыз орнымызға. Бұл кісі де Азияны ұтты, енді Мираға барады бұл кісілер. Бұл кісі жасы 60-тан асқандар арасында палуан күресіп жүр әлі. Кезінде жақсы үшкемпірікпен бірге бір залда күрескен ғой, Төлеген ағамыз айтты. Ақылбек рахмет. Оңғар сен бірдеңе дейсің бе, үндемейсің. Менің мұнда әпкем отыр, Майгүл апамның. Сол кісінің тойында, Рахымжан жездеміздің тойында. Неме дейді? Рахымжан жездемізге. Неме дейді? Мұрты бар, сақалы жоқ, әйелі бар, тоқалы жоқ деп. Соңға қалып жүргізіп айтқаны есімде бар. Мен Дариға Құдашам келіп отыр, маған Болат Наимбайұлы ғой, алғаш домбыра үйреткен алдында әкем, одан кейін Болат Наимбайұлы репертуарын біткенде кейін. Одан кейін мына Дариға менің Құдашам, Дариғашы биік үйіне келді. Ахмет Жұбановтың бір түмен үш жоғары әлесінде. Одан Жанзақтан ата толғауы үйретті. Сондай жиында енді жерімді менің аса күйшілік нем жоқ. Сөйлесін ба, ренжіме өтпесе, маған сөз демей қалды, мен айтарым бар, ішінде кетті деп. Өте жақсы отырмыз, әдемі кеш өтіп жатыр. Жүр, мағыленген бірге шығады. Қатарымыз бар. Менің Майгүл апам екеуміз алғансақ, Сапардың қолында өскенбіз ғой, Сапар апаның қолында. Сонда сен Сапардың баласы емес, сен көп жасардың баласы деп, мен жетіге дейін білмеппін ғой, әкешім кім екенін. Сонда Майгүл ғой. Әңгімені естідім, соны айтайын қазір.
Мәссаған деп таң қалып отырмын. Осындай да болады екен ғой. Майгүл басқа. Майгүл басқа. Балалардың телефонына жазып осылай депті. Шығармашылық кеш болады, балық істеме, дәрежат деген туған 11-ші күн ғой туған күн. Мен әкесінің қарындасы боламын. 4 ағайын дедік, ең үлкеніміз ағамыз, әулетте жалғыз Көбесар. Одан кейін 3 қыз бармыз, қазір міне апайыммен екеуміз қалдық. Апайым 83 келеді, ағам енді асымызды қайтыс болды ғой. Соны өзімді қуанып тұрмын енді. Әкем айтатын, арманым жоқ, бәрі сапарыппын деп айтады деп. Балалар бәрі сол әкем атында жарықты ғой, енді бертін келген немерелер бәрі. Қанда бар қасиет қой, енді әкемді кезінде әнші, домбырамен өлең айтатын, сері, ақынжанды кісі болды. Бәйгеге ат жаратып, тазы ұстап, қансырата аңға шығардым. Сол кісінің ұрпақтары ғой міне, Құдайға шүкір, немере шөберелері өздерінің жолын қуып, қанда бар қасиет. Қазір міне қайбетім өсіп өріп, көркейіп отырып, қуарып отырмын. Қазақ айтады ғой, бауырым, бауырым ішіндегі дәуірім деп, осы өзімнен кейінгі атын берген осы бауырым Ғабитім. Енді айтып, бәрі жақсы тілектерін айтып, бәрі неғып атырып қуанып отырмын, халқына қалаулы, енді елеулі болсын деп аты бабамыз айтқан ғой, сол айтқандай, мінекі Құдайға шүкір тәуба. Бәрі сыйлап қазір деп атыр, халыққа неге рахмет бәріне. Қуанып тұрмын өзім. Өстіп міне әкемнің ұрпақтары өсіп өніп көркейе бер. Ғабиттің денсаулығы мықты болып, қосағымен қоса арсын. 65 жыл мерейтойы қайырлы болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Алдыңғы жазушылар одағына мүше болып қуанып қалдым. Одан кейін міне осы биылда міне еңбек еленіп, жақсы жақтарынан көрініп жатыр. Қуаныштымын бәріне. Осы бала-шағалар аман болып, тек жақсылықта кездесейік. Халқымыз аман, отанымыз тыныштық болсын. Осындай шығармашылық кештеріміз көп болсын барлықтарыңызда. Еңбектеріңіз шын, семьяда бақытты болыңыздар. Ал енді құрметті қауым, құрметті Ғабит, бүгін бір ерекше кеш болып жатыр. Ол Ғабиттің мінеге 65 жылдығына арналған, өзінің еңбек жолын қалай бастады, қалай дамытты, қалай биік шыңдардан көрінді, соның бір есеп беру сияқты. Есте қалған, араласқан, бірге жүрген жора жолдастары ерекше сондай еске алу, жақсы еңбектерін айтып, осы мәз болып отырмыз Ғабит. Өте ерекше өтіп жатыр. Тамаша, барлығы да жақсы. Сондықтан да енді біріншіден айтатыным Ғабитке әлі де алар асуың биік болсын. Атайын саған Ғабит, атайын саған сәлем айтты. Қаламы ұштала берсін, биік шыңнан көріне берсін, жазары көп болсын, алға қойған арман тілегі орындалсын деп соны жеткізіп жатырмын. Енді жаңағы бейгі демекші, мен педучилищені 71-ші жылы бітіріп келдім. Сонда бізден домбровой оркестр болды училищеде, мен сонда қатыстым. Сонда ойлайтығым, сонда бұлар әлі оқушы ғой, үйге барып жүргенде домбырасы бар, әлгіні ойнасам қағып алды. Соны барғансай ойната береді, оған уже 53 жыл болып кетті. Соны көрген сән етеді ғой, мен ұстазым деп, мен ұялып тұршым. Қазір мінекей осындай айтарым енді әлі де биік шыңнан көріне бер,
қандай жақсы міне жолдастарың болған, студенттік кезде барлық қызықты күндерді, қызықты өткен шақтарды еске алып айтып жатыр. Арасында өзімнің әнге жазған өлеңдерін қандай тамаша, халық тыңдайды, халықтың көңілінен шықты. Бұл деген адамның бір еңбегінің еленіп, биік шыңнан көрінгені деп санаймыз енді. Сондықтан да ол осылай асылың биік болсын. Енді жаңағы айтайын деп отырғаным, мен өзім ойлаған ана Ғабитті екі бала деп. Ана құданың баласы ғой. Саят емденіп алғансыңдар ма? Қайта Саят айтып отыр. Саят қайда ол? Саят, сен атаңның баласы емессің бе? Қашаннан бері Ғабиттің бағанадан айтқым деп отырды. Мәссаған, мен осындайда болады екен ғой деп отырмын. Сондықтан бұл атасының әжесінің бауырында өскен, атасының әжесінің баласы. Ата жоқ қой, кетті. Мен соны айтуға болады ма? Өзі жоқтың көзі жоқ дейді. Мен айтып сондайда болады екен ғой. Мен сенің түрі конкретно солай деп таңғалып жүре тұғым. Не то, что таңғалған, мақтанышып жатыр міне қандай тұр. Атасының атында болды ғой. Намаздың да құпиясы болады дейді енді бұл. Соны айтам, енді әке-шешесін тауып алыпты. Соған айтып жатқаным ғой. Бәрі бір сол көп жасар құдамыздың ұрпақтары ғой. Осы отырған барлықтарыңызға да амандық тілеймін, денсаулық тілеймін, еңбектеріңіз жемісті болсын, жастар ермей еңбек етсін, ал мына зейнеткерлер де әлі шаршамай еңбек ете берсін, енді амандықта болайық. Осы басымызды қосқан осы шаңырақтың несіне ұйымдастырушысына көп рахмет. Бәрі жақсы, тамаша. Рахмет апалар. Енді рұқсат болса бір сый-сияпатымызды сыйлықты енді бересіз. Содан бастамайсыз. Жылы екен жақсың, тоңбайсыз. Зерттенді біздің бала кезімізде қандай жарасыпты. Қуаныштымыз. Тимур, сен келіп тапты ғой. Менің Тимур жиенім келіп тапты. орныңызға отырыңыз. Бір ән айтамын дейді. Мейрамгүл отыр, Мейрамгүл кішкене көтеріңіз. Бұл кісі Павлодар аудандық мәдениет бөлімін басқарған, қазір енді зейнетте. Мына Тимур біздің жиеніміз. Маған ұқсайды өзі. Бір ән дайындап келіпті. Қабылдаңыздар. Ғабит ағамыз білуімізше шетелдік әндерді жақсы көреді. Ендеше итальян тіліндегі бір тамаша әнді бірге тыңдайық. Содан кейін келесі кездесуімізді аяқтайтын боламыз. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қазір біз сіздерге итальяндық әнді айтпақшымыз. Мен нағашым итальяндық әндер ұнайды, сондықтан осындай сыйлық біз группамыздан ән айтатындар мұғалім. Раз, два, три.
Ой, бәрекелді, рахмет. Шын мәнінде жасыратын ештеңесі жоқ. Кейбір енді осындай бір шығармашылық кездесулер өткізе қалған кезде мына кітапхана кейде бір әнші таппай қиналамыз енді. Бүгін бір аспаннан әнші, көктен композитор жауған күн болды. Оның барлығы Ғабит ағамыздың іскерлігінің, Ғабит ағамыздың еңбекқорлығының, адамгершілігі, мол адам екендігінің арқасы. Көп адамдармен бірге қызмет атқарып, шығармашылық жолда тізе қосып, біраз өнер иелеріменен танбай еңбек жасағанның нәтижесі деп ойлаймыз. Енді бүгін осындай Ғабит аға бір тамаша әдемі кездесу болып отыр. Міне кездесудің басталғанына 2 сағаттан асып бара жатыр екен. Бірақ осындағы жиналған көз қарақты көрерменнің баршасы отыр деп айтқым келеді. Енді кешті қорытындыласақ, қорытынды сөздің кезегін өзіңізге берсем. Есенғали Раушан деген ақын қайтып кетті ғой. Көрдім мен Алматыда. Әбубәкір Қанастарда. Сол Есенғали бір қызығатын нәрсе, бір интервьюінде айтыпты, ақын болым деген адам бірінші көп тілді керек депті. Алпысбай енді өзіңді ақынсың ғой, оңғар отыр көп тілді керек. Екінші елді, жерді көру керек депті. Үшінші бай болу керек депті. Өйткені ішінде жалынбай, беретін алдында жүре бер. Кубаға барасың ба, Америкаға шығып кетесің ба, өзің білесің. Деген ешкімге жалынбай. Есенғали айтмадым. Айтқан екендей, үш өкінішім бар. Машина жүргізбедім, машинка баспадым, ағылшын тілін үйренбедім. Мен деді осы үш өкініш, енді салыстырған емес, адамзаттың айтмадым дегенмен мен деді, бірақ менің машинка басатын Закира, міне, жандарым, осы кісі Қамбекте отыр ғой, жерде Қамбек тұршы ғой. Қамбек ана жолы айтты, міне осы кісі клавиатураны білмейді, мен деді, мына Закира жеңгесі, менің сол жыртығымды жамап, менің қалыпта ұрып, өзім қатардан кетіп қала жатқан кездің өзінде бұл кісі мені тастамай, сол жағада тұрып, қолын созып алып шыққан адам негізі. Сондықтан бұл кісіге өмір бойы қарыздармын. Құдайға шүкір енді бала өз алдына қазір немере сүйіп отырмыз. Ғабидош, барсың ба? Келші енді. Түн көзде сақтасын, бір немереміз. Мен қара қыз емеспін, мен қоңыр қыз деген. Өзі жақсы көріп, жалпыда кішкентайынан өзі иіс алып өскен боламыз, міне. Ал енді мен бір өлеңін оқиын, кішкентай бір өлең, сонымен аяқтайын. Мынау енді өсиет сияқты ғой, Сарыарқа самалына шықты, 14-ші жылы. Көкорайдай сәулетті ел болар ма екенбіз. Көкорай деген кемпір болса, терезесі өзгемен тең болар ма екенбіз. Ұлан-ғайыр далаңа ие болып жүре алмай, алпауытқа аждаһа жем болар ма екенбіз. Елге ие бол, жасылым, жерге ие бол, жасылым. Болашаққа бақытты тілің бармай жүрмесін, ата-бабаң ұстанған дінің бармай жүрмесін. Жүздеген жыл дәстүрің қалыптасқан ұлтедің, әсем қоңыр қазаққа үнің бармай жүрмесін. Тіліңе ие бол, жасылым, діліңе ие бол, жасылым. Бәрекелді, ұлтты ұрандайтын, осындай бір турашылықтан таймайтын биязы халқыңыздан ажырамаңыз, айырылмаңыз. Жазғаныңыздан жазарыңыз көп болсын. Ғабит аға, бүгінгі мерейлі жасыңыз құтты болсын. Құдай сізге ұзақ ғұмыр берсін. Шын мәнінде бәйтеректей мәуелі болған осы бір шаңырағына қарлығаш ұя салған
әулет көпке үлгі деп ойлаймын. Бағанадан бергі ұрпақтары, ұлдары көрсең көз сүйсінетін, көпке үлгі болатын, өнеге болатын әулетсіздер. Алла тіл көзден сақтасын. Ендеше сізді осы қалпыңызда қырықтағы қылшылдап тұрған шағыңыздан тайдырмай сақтап отырған үйдегі Закира жеңгемізге де ерекше бас иіп алғыс айтамыз. Қадірменді көз қарақты ағайын, мынау баяғыда бір ағамыз осындай бір үлкен әдемі жиын жасап, жиынның соңында мен жауымнан қорықпаймын, көп болса мені ататын шығар, досымнан да қорықпаймын, ары кетсе мені сататын шығар. Мен қуанғанда менімен бірге қуана алмайтын, мен қайғырғанда қайғымды келіп бөлісе алмайтын, ағайын туыс жақынымнан қорқамын депті дейді. Шын мәнінде бүгін сіз үшін бәлкім бауырлас болып бірге туған, бәлкім рухтас болып бірге жүрген, мынау қазақтың қара өлеңін жанына серік еткен осында көптеген адамдар алыс жақыннан, мынау өзіңіздің қасиетті май өмірінен ағайын туыс, дос-жаран, інілеріңіз, бауырларыңыз келіп отыр. Ендеше бұл да бір бағалаған адамға үлкен бақыт, үлкен ғанибет деп ойлаймыз. Міне 2 сағат уақыттың да қалай лезде зыр етіп өтіп кеткенін өзіміз де байқамай қалдық. Енді бүгін тағы да тілек айтпаған, бүгін пікір айтпаған адамдар болса, Ғабит ағамыздың алдағы желкенің керетін 70 жасында сіздерді тыңдаймыз деп ойлаймыз. Өлең өлмесін, ақын алқынбасын, қазақ поэзиясының жұлдызы биіктен жарқырасын. Келгендеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге сіздерге көптен көп рахмет. Баршаларыңызды мына ортаға келіп, Ғабит ағаммен бірге естелікке, фотосуретке түсіп алуға шақырамын. Жақсы күндерде, кездерде жүздескенше аман сау болыңыздар. Сыймайды ғой бәрі. Мені жалпы сәлем өтін. Загадырда сәлем. Сейчас. Мен түсіріп жүрейін.